Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағы 111 сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз монеталардың құны және баға. Бірінші, көрсетілген бағаларды әртүрлі монеталармен қалай жинақтауға болады? Мысалы, бірінші бізде пирог бұл 30 теңге тұрады екен. Алманың шырыны 80 теңге тұрады екен. Банан 70 теңге, лимон 40 теңге. Солай тұрады екен бағалар. Енді бұл жерде айтады, көрсетілген бағаларды әртүрлі монеталармен қалай жинақтауға болады дейді. Мысалы, алма шырын алайық. 80 теңге болса, біз 20 теңгелік тиындарды жинап, сол 20 теңгеліктен 80 теңге шығарамыз. Сонда 20, 20, 20 және тағы бір 20 теңге барлығын қосқанда 80 теңге шығады. Монеталарды ұсақтауға қарайық. Яғни 100 теңгені алатын болсақ, оны 50-50 теңгеден бөлеміз. 50 теңгені 20-20 және 10 теңгеге бөлеміз. Солай монеталарға бөледі екенбіз. Екінші есеп, 100 теңгені монеталармен ұсақтаудың екі тәсілін жаз дейді. 100 теңге, 10 теңге қосу 50, қосу 20 және 20. Екінші мысал, 100 теңге, 20 қосу 20, қосу 20, қосу 20 және қосу 20 теңге. Яғни, осылай монеталарға бөліп есептесек болады екен. Үшінші есеп, әмияндардағы монеталар саны мен теңгенің санын салыстыр дейді. Бұл әмияында барлығы 2 монета бар. Бұл әмияында барлығы 70 теңге бар. Екінші сурет, бұл әмияында барлығы 3 монета бар. Бұл әмияында барлығы 50 теңге бар екен. Екі жақты салыстыратын болсақ, бірінші әмияндағы монета, яғни теңге көп екен балалар. Төртінші есеп, қысқаша жазылу бойынша өзара кері есептер құрастыр дейді. Болды 100 теңге, жұмсалды 20 теңге, қалды. Қанша теңге қалғаны белгісіз екен. Шешуі 100 теңге азайту 20 теңге тең 80 теңге. Сонда жауабы 80 теңге қалған екен. Болды 100 теңге, жұмсалды. Неше жұмсалғаны белгісіз екен. Қалды 80 теңге. Шешуі 100 азайту 80 тең 20. Сонда жұмсалғаны 20 теңге екен. Жақсы балалар, үшінші нұсқасын өздерің шығарыңдар. Сау болыңдар, каналға міндетті түрде жазылып, комментарий қалдырып лайк басыңдар.